боларын білген келсе, кеше не болғанын еске түсір. Маңызды шешімдер қалай қабылданып, тарих қалай қалыптасты? Халық өз отанына қалай ие болды? Қиын-қыстау заманда оны қорғау үшін қалай ұйысты? Адамдар берекелі жылдары қалай тұрды? Халықтың білімі мен мәдениеті қалай дамыды? Және дәл қазіргі тағдырлы шешімдер қалай қабылдануда? Ортақ мақсат жолында біз бәріміз жұдырықтай жұмылып, алға жылжуға дайынбыз ба? Бақытты, лайықты болашақ жолында. Біле білгенге, болашақта біздің елдік тарихымыздың бөлшегі. Ұлы дала елі. Армысыздар, әділ қазылар алқасы, қымбатты ұстаздар. Әл-Фараби атындағы номер 46 орта мектептің 10-шы сынып оқушыларының шешендік сөздер арқылы оқушыларды атадан қалған сыйластық, инабаттылық, достық, жолдастық сияқты асыл мұраларды үйренуге, тәрбиелеу мақсатында өткізген тарих қойнауында атты шешендік өнер кешін тамашалаңыздар. Сынып жетекшісі Сариева Меруерт Жолаңқызы. Армысыздар, құрметті әділ қазылар, ұстаздар. Бүгінгі менің тарих қойнауында атты тәрбие сағатымды тамашалауға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымның мақсаты оқушыларға ата-бабамыздан қалған асыл мұралардың бірі шешендік өнер тұлғасына мағлұмат беру. Қазақ даласында өмір сүрген дуалы, отауызды, орақ тілді шешендердің ұрпақтан ұрпаққа, атадан балаға мұра ретінде жеткен асыл сөздермен таныстыру. Сонымен қатар оқушыларға шешендік сөздер арқылы зерделі, білікті де білімді, ой қиялы ұшқыр, ақылды, парасатты, тапқыр болуға болады. Шешендік сөздер арқылы оқушылардың атадан қалған сыйластық, инабаттылық, достық, жолдастық сияқты асыл мұраларды үйренуге тәрбиелеу. Қазақ елінің тәуелсіз, егемен ел болуын аңсап, армандап күресіп кеткен хандарымыз, билеріміз, батырларымыз да аз болған жоқ. Демек, қазіргі ұрпақ оларды құрметтеп, есте сақтауы тиіс. Ел тәуелсіздігі баянды болып, қазақ елі алға қарыштап дами берсін. Назарларыңызға рахмет.